Қаңлылардың қоғамдық құрылысы. Қаңлы мемлекетінің басқару жүйесі күрделі иерархиялық құрылымнан тұрған. Мемлекет рулар мен тайпалардың одағынан құралған, ал олардың билеушілері ұлы ханға бағынған. Ұлы хан мемлекеттің ең жоғарғы билеушісі. Оның есіміне би лауазымы қосылып айтылған. Мысалы, найби, дашби. Ішкі және сыртқы саясатты басқарған. Аймақтық хандар. Қаңлы мемлекеті бірнеше аймаққа бөлінген. Әр аймақты жеке хандар басқарған. Олар ұлы ханға бағынған және оның бұйрықтарын орындаған. Уәзірлер мен кеңесшілер. Хандардың жанында ел басқаруға көмектесетін уәзірлер болған. Олар әкімшілік, әскери, шаруашылық істерін қадағалаған. Әскер және тәртіп жүйесі. Әскер мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз еткен. Қатаң заңдар енгізіліп, заң бұзушыларға ауыр жаза қолданылған, тіпті өлім жазасына дейін. Заңдар хан сарайында сақталған. Қаңлылардың сыртқы саясаты. Алғашында қаңлылар ғұндармен бейбіт қарым-қатынастар орнатуды көздеген. Қаңлы ханы ғұн Тәңірқұты Тезекке ханның қызын ұзатқан. Кейін ғұндар қаңлыларға қысым көрсеткен. Қаңлылар Қытай жорықтарына қарсы тұру үшін амалсыздан ғұн Тәңірқұты жағында болды. Қытаймен байланысы. Қытай мемлекеті қаңлыларды өздеріне қаратуды көздеген. Ғұн Тәңірқұты Тезек қайтыс болып, үйсіндер мен ғұндарға қарсы күресте қаңлылар Қытайдың қолдауына сүйенуге тырысты. Бірақ Қытай қаңлыларға қолдау көрсетпеді. Арал бойындағы және Каспий теңізі жағалауындағы сарматтар мен аландар қаңлы мемлекетіне бағынышты болды. Оңтүстік көршілері парсы тілдес малшы тайпалармен сауда, саттық жүргізген. 5 ғасырға қарай Ұлы Жібек жолына үстемдік үшін жүргізілген соғыстардан қаңлы мемлекеті әлсірей бастады. Ақыры, оңтүстіктен келген нефталиттердің ықпалына түсті. Кейбір қаңлы тайпалары ғұндармен бірге батысқа көшіп кетті, ал қала мәдениеті бар қаңлылар Шу мен Сырдария бойында қалды. Сымат Сайн қаңлы қоғамын қалай сипаттады? Сымат Сайн шығыстың алғашқы ұлы тарихшысы ретінде белгілі тұлға. Тарихи жазбалар атты еңбегінде Қытай мен көрші елдердің 3000 жылдық тарихын баяндады. Қытай патшасының сарайында 30 жыл тұрып, тарихи деректер жинады. Ғұндар, үйсіндер, қаңлылар туралы жазып, олардың тұрмысын, заңдарын сипаттады. Қаңлы мемлекетінің басқару жүйесі, сыртқы саясаттағы рөлі туралы мәліметтер қалдырған. Қаңлы мемлекетін Хуанди елі деп атаған. Қаңлы мемлекетінің 5 билеушісі бар екенін атап өтеді.